Сәлем барлықтарыңызға, біз осы жерге демалысқа келдік. 3-4 күн боламыз, ем аламыз. Бұл санаторий сияқты. Реабилитационный центр, реабилитациялық орталық. Біз мына жерде болдық, 3-ші этажда. 3-ші этажда осы жерде демаламыз. Жағалай шырша, егілген шыршалар бар, алдында кигіз бар. Ауасы керемет. Шыршаның иісі шығып тұр. Далаға шыққанда үйге кіргім келмей қалады екен. Қыдырып сіздер де келсеңіздер болады. Что? Тема что? Казательная, надо спалон один. Біз Қостанай қаласының Меңдіқара ауданының реабилитационных несіндеміз, санаторийдеміз. Демалысқа келгенбіз 3 күнге. Ем алып жатырмыз, ем қабылдап жатырмыз. Жаңа ғана біз холодниктен шықтық. Сәл ұйықтағанбыз, көзіміз кетті. Күн жылы болып тұр. Таза ауа, енді орманға бара жатырмыз. Бүршіктердің иісіне бара жатырмыз. Көл жаққа. Ағаштың түрлері бар. Бүршіктері бар. Мынау бізде 4 этажды санаторий. Біз 3-ші этаждамыз. Орман, қазір көлдің жағасына барамыз. Түсіріп жатырмын. Осы жолмен біз көлге барамыз деп ойлаймын. Мынандай ағаштарға келдік, 2 қабат ағаштарға, 2 қабат сияқты. Әйелдің несі 2 қабат сияқты. Дерево желаний дейді екен. Пузана, яғни кіндігі бар. Да, яғни армандар орындайды деп, адамдар шүберек байлап кетеді екен. Жүрек ақша қойыпты. Ойыншықтар, соскалар, ойыншықтар болып көпті. Жоғарында андай нелер бар екен. Осында ағаш білейді. Там некен тағым жерлерде бір майысқан ағаш бар. Неке тағым жерлерде бар. Барлық ағаштар дүзу өскен, дүзу, е. Тек осы ғана. Осы және де осы не қалды. Эти буршки шығып жатыр осында. Я уеду. Давайте я не хочу, давайте я уеду. Енді қара буршкен бар. Осы жерге түседі. Бұл жерге қойыпты. Көл бар. Адамдар демалып жатыр. Родник. Біз мына жақта демалып жатырмыз. Родник деген жерде. Құлақ. Көлдің жағасында екен, осындай состояниеда. Үйректер.
ағаштар. Скотчысы бар, баядемгісі бар, обрезаниясы бар, осының. Не бар бәрі. Пауырлау есе, зымыры бәрі. Иттер жейді ғой, лақтыра береміз ғой? Жоқ, жоқ. А? Бұл жерде иттер жүрмейді, бұл жерде тоқа. Тиында жүреді. Қойып қазір аламыз. Ондай жоқ па? Там же это есть, не должно. Қоқы? Сен мені суарып отырсың ба? Он тоже не пьет. Бересің пиво құйдың ба? Ерекені пиво ма, шай ма? Пиво. Не пиво. Обедке барып жатырмыз. Көрші жаңа. Айғайлама. Шахмат ойнайды адамдар. Теннис ойнайды. Бұрын көшті теннис ойнайтын екен. Кейін жұқтық сабағында. Теннис күшті ойнайтын едік. Бүгін салқын. Күшті жыл еді, бүгін салқын болып тұр. Бильярд. Бильярд ойнап тұр. Енді күшті ағаштар бар. Күлтек. Мына жақ тамақ. Тамаққа барамыз. Анандай каптсқандар күшті каптс. Мындай ағаштар бар екен. Бильярд ойнап жатыр. Все, кеттік обедке, тамақ ішеміз. Ана жерге қой, орнына қой. Орнына қой. Иә. Кеттік. Үй зал не осындай. Мысалы отырмыз көрдіңіз. Мама еще табақ алып келе ба? Жоқ, осы жарайды ғой. Біз үй залда отырмыз. Мына жақта туалет душ. Мына жақта қонақтың отыра, көпу, шу. Есік жап, шалыңдар. Ана жақта. Кебек зал. Бұл табиғат. Ди-ди-ди. Балалар жолда болып жүріп балконда. Оларға қызықты не жоқ. Ойнайтын жер жоқ, тек далада орманда барғанда ғана жүгіріп ойнайды. Балаларға ем жоқ. Біз өзіміз ғана алдық, емді тек. Үштен шықтым, бізде мінекей екі балкон. Мына бір балкон, мына жақта екінші балкон. Полотенцалар іліп қойдық. Шаш кептіремін енді. Шашым кератин жасаттым осы. Жуғаннан кейін сразу фенге кептіру керек екен. Кератиннің несі болмайды, эффектісі болмайды. Біраз уақыт келді, қазір уже полникке бару керек, сағат 4-те. Күшті болды, жел қатты емес, орташа. Қызыммен оны шомылдырып алдым. Мен жақтан оны шығып жатыр. Шықса бері қарай. Уже ертең соңғы күн, ертең жолға шығамыз. Құдай қаласа, туған жеріме барамын ертең. Наурызымға соғып, қарай Астанаға кетеміз. Біз далаға шықтық балалармен көлге бара жатырмыз. Бұл жерде сирень ағаштар бар екен, иісі күшті. Көлде не қызық бар екен көреміз. Көл жақта күшті ғой. Ауа. Былай барамыз мына жаққа.
Ойнаймыз, барамыз қазір. Қарайықта қой. Екі сирень ағаштары күшті. Мынау біздің айтқан курортный зонамыз. Мына жақта сирень ағаштары бар екен. Мына жақта көл бар. Мына жақта кейін көл бар. Адамдар машинамен мына су қызметкерлерін алып кетеді екен. Осы жерден автобус жүреді екен. Осы жерден түседі адамдар. Кеттік енді мына жаққа. Ары қарай барамыз енді. Ровно сағат 5 кезінде алып кетеді екен адамдарды. Автобус. Некен Қарабаев атындағы 16 орталығы. Бұл осы Асан кісі осы екен. Қазарардың өзінің көлінің жағасына барады. Ауасы керемет қой, керемет. Таза ауа. Да балалар бүгін соңғы қоңырау ғой, мүмкін сол походқа шыққан ғой өздері. Күшті, жерде отырсам, тынық ауада, көлдің жағасында. Мына бір жерге барып отырайыншы. Біз отырмыз өзеннің жағасында, комнатамызға барғымыз келмей қалды. Мына жер таза ауа, маған ұнап отыр, өзіне күшті. Балалар да бір ойын тауып алды. Комнатада, курортный зонада балаларға қызықты еш нәрсе жоқ. Бірақ мынау неде ойнаймыз деп қолдары краска болып қалды. Соны неге барамыз, біз микроб болып қалдық деп жүр. Сәл ойнай тұрыңдаршы, не жоқ. Күшті. Балалар жерде ойнап жатыр, поход па, өздері бірдеңе ұйымдастырып жатыр. Күшті ауа райы, күшті табиғат. Менің зарядкам отырып жатыр. Күшті. Кеткім келмейді бұл жолы. Әжелер бар. Бәрін шашпай тағалап отырған. Бүршіктер өте көп. Інжу қайда? Інжу? Аликош, Інжуді қараш бар. Қайда Інжу? Қайда Інжу? Осындай дастархан жайып қойыпты. Самаларға қараңыздар, чайникпен. Бәрін қолдан сыпты, пирогтарды қараңыздар, неше түрлі торт, Наполеон. Үй ыстық, жып-жылы. Аквариум. Бәрін өз жасаған қолдан. Тірейді. Қайда бар ол? Кухнясына мынандай обой істепті. Ютубқа кетеді ғой бұл видеолар.
Бәрін өз жасаған қолдан. Онда стенасы күшті. Алар кирпичный жасаған, кирпич қылдыр жасаған. Ömür yiyince Kulak yok. Қайырлы таң, бүгін біз демалыстың, бүгін біздер 4-ші күнім. Ем алып жатқанымыз 3-ші күн, соңғы күн. Бүгін жол жүреміз, Наурыздың ауданына, Қарайменді ауылына, туған жеріне барамын. Мамамның басына қалған уақытамын. Демалыс керемет өтуде. Осы сауықтыру орталығының басшысы Нұрхан Қайрановичке рахмет, Алияға рахмет, Ақымбек ағайға рахмет, барлықтарына рахмет. Осындай бізге күшті демалысты ұйымдастырып беріп жатқан кісілерге көп рахмет айтамын. Мына жақ прихожка, мына жақ ас үй. Мен шай ішуге бара жатырмын, шай алып келемін. Ерболаның неде кедровый бочкадан сол жерде қыздар шай береді оған. Кеше жайын арасында тартып берген, тағы холодильникте пирогтар бар, қолдан пісірілген. Солармен шай ішемін. Қазір 11-де СМТ-ға барамын.